Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кепси дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде үйіңізде бір рет жасап жеп көріңіз. Сонан соң ешқандай да көшеден сатып алмайтын боласыз. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары қытырлақ өте әдем болып шығады. Іші де толығымен пісіп шығады. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде арнаға жазылып алыңыз. Алдымен жақсылап жуып тазартылған тауық қанаттарын керек емес жерлерінен тазартып аламыз, ұш жағын алып тастаймыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп екі кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей тауық қанаттарын өзімізге керегінше бөліктерге бөліп алдық. Енді мариновать етіп қоятын суын дайындап аламыз. Үлкендеу ыдысымызға паприка, кориандр, тұз және тауыққа арналған приправа салып, оның үстінен бір чеснокты видеода көрсетілгендей турайсыздар, немесе теркадан өткізіп қоссаңыздар да болады. Менде үлкен болғандықтан осылай бөліктерге бөліп сала салдым. Сонан соң үстіне су құйып, жақсылап тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне қайтадан су құямыз керегінше, өйткені біздің тауық қанаттарымыз толығымен батып тұру керек үстіне. Соған дейін су құямыз. Кейін алдын ала дайындап қойған тауық қанаттарымызды салып, бетін жауып, кемінде 5-6 сағатқа қалдырамыз. Менде таңертеңнен кешке дейін тұрды. Енді осы аралықта кляр дайындайтын боламыз. Оның үстіне паприка, кориандр және кішкене ашық қызыл бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Онымен приправаларды жақсылап араластырып алғаннан кейін оны екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуін кіші бөлікке бөлеміз. Кіші бөлікке бөлген ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқа салдым мен. Жұмыртқам кіші болғандықтан, сіздерде үлкен болып жатса біреу салсаңыздар болады. 2 жұмыртқа және кішкене су қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Сонан соң керегінше қайтадан үстіне су құйсаңыздар болады. Мінекей біздің клярымыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Енді бағанағы мариновать етіп қойған тауық қанаттарын осы клярдың үстіне саламыз. Сонан соң құрғақ ұнның үстіне салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей тауық қанаттарын клярға жақсылап батырып аламыз. Сонан соң құрғақ ұнның үстіне салып, тауық қанаттарын толықтай жапқанға дейін ұнға аунатып аламыз. Мінекей қанаттарымызды жақсылап құрғақ ұнға аунатып алдық. Енді осы қанаттарды ұнға батырғаннан кейін қызып тұрған майға салып қуыратын боламыз. Бір жағын 5-6 минуттың көлемінде қуырамыз. Жақсылап сарғайып қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, екінші бетін де 5-6 минуттың көлемінде қуырамыз. Біздің қанаттарымыз толықтай пісіп шығады, ешқандай да уайымдамаңыздар. Мінекей екінші бетінде қуырып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді осы тауық қанаттарын міндетті түрде қағаз майлықтың үстіне қойып алыңыздар. Сонда қағаз майлық бойындағы артық майларды тартып алады. Дәл осы тәсілмен тауық қанаттарымыздың барлығын қуырып пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің үй жағдайында жасаған кепсиларымыз дайын болды. Қып-қызыл қытырлақ өте әдем болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Іші де көріп тұрғандарыңыздай толығымен пісіп шығады. Бұл тағам балалардың барлығына ұнайды, сондықтан да үй жағдайында дәл осы рецепт бойынша жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар болады.
Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Арнам өте пайдалы. Бұдан да басқа видео рецепттерді таба аласыздар. Арнама міндетті түрде жазылып алыңыздар.